Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге хит болып жатырған осындай восточный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Дайындап көріңіздер міндетті түрде, себебі өте дәмді болып шығады, әрі шаймен ішуге өте ыңғайлы. Алдымен каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен керекті заттардың барлығын грамдарымен описаниенің астына жазып қоямын. Алдымен осылай қантымызға үстіне майымызды салып, барлығын өлшеп, оның үстіне ұнымызды саламыз. Барлығын алдымен өлшеп аламыз, содан кейін ұнымызды салып, осының барлығын біркелкі қолымызбен асықпай араластырамыз. Асықпай араластырып алғаннан кейін мінекей бізде осындай крошка болып шығу керек. Осының үстіне 2-3 жұмыртқаның сарысын ғана қосамыз. Одан кейін біркелкі етіп араластырып, барлық қамырымызды жинаймыз. Қамырымыздың барлығын жинап болып, айналасын тазалап, осыны целлофанға салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Одан кейін формамызға салар уақытта астына кішкене ұн сеуіп жібереміз. Содан кейін барлығын жаймендеп, қолымызбен басып, формамызға тегістеп жайып шығамыз. Осылай тегістеп жаймендеп шығып, артық керексіз қамырларын осылай алып шығамыз, тегістеп шығамыз. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Бізге орех, грецкий орех және мейіз және өрік керек. Осылардың барлығын жуып, тазалап, өрік мейіздерімізді бірге немесе екі бөлікке бөліп шығамыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне сгущенкамызды құямыз. Сгущенканың қою болғаны маңызды. Барлығын араластырып болғаннан кейін форманың үстіне тегістеп құйып шығамыз және бетін тегістеп газымызға 35-40 минуттай пісіріп аламыз. 30-35 минутта пісіріп аламыз, яғни қамырымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей жарты сағаттың ішінде пісіп дап-дайын болып шықты. Өте керемет. Алғаннан кейін пирогымызды суытып, содан кейін барып тілеміз. Өте дәмді болып шығады, қыздар, жасап көріңіздер міндетті түрде. Өте ыңғайлы, қонағыңызға қоюға да өте керемет болып шығады. Каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар.